Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін эфирде Энерго University және де бұл біздің Энерго Speak подкастымыз. Бүгінгі подкастты мен жүргізетін боламын, Ашимова Гүлжан. Біздің подкастымыздың тақырыбы ғалым болудың жолдары және Энерго University'дің жас ғалымдары. Бүгін біздің қонақта біздің университетіміздің жас ғалымы Еркебұлан Нұрғизат. Қайырлы күн. Ол бізге жалпы өз тәжірибесімен, лайфхактармен бөлісіп, Энерго Университетде жас ғалымның жолын қалай бастауға болатынын қысқаша айтып беруге дайын болып отыр. Және де осы бастамас бұрын сізді жалпы құттықтайын дегенмін. Жоғары оқу орнымыздың оқытушысы 2024 жылдың атағына ие болған болатынсыз. Сізді құттықтаймын. Рахмет. Жалпы енді қысқаша мысалы тоқталатын болса, ғылым туралы айтып берсеңіз, ғылымға қалай келдіңіз, қазір жалпы немен айналысып жүрсіз? Енді мен ғылымға кездейсоқ келдім деп айтсам болады. Өйткені 2015 жылы бакалаврды бітіргеннен кейін магистратураға оқуға түскен болатынмын. Ол кезде әртүрлі заңнамалар шыққан, яғни толық штатта жұмыс істеуге болады, болмайды деген сияқты сұрақтар туындап жүрген. Сол кезде менің бакалаврдағы бұрынғы жетекшім, яғни сол кездегі кафедра меңгерушісі мені жұмысқа шақырды, инженер ретінде. Сосын енді жарайды деп келісіп жұмысқа кірген болатынмын. Енді жұмысқа кірген сәттен бастап бізде, яғни университет аясында жыл сайын модернизация болады, яғни жаңа стендтер келеді. Сол кезде жаңа стендтерге қарап қызығып, яғни мына стендтер қалай жұмыс істейді екен, мынаның ішінде не бар, қандай элементтерден тұрады деген сұрақтар туындай бастады. Яғни сол сұрақтар туындай бастағаннан кейін, сол 2015 жылдың ортасынан бастап, яғни ғылымға деген қызығушылық туындады. Яғни әр стендтерді зерттеп көріп, қалай жұмыс істейді, не үшін керек, бұның пайдасы бар ма, пайдасы жоқ па деген сәттер болды. Содан ақырындап ғылымға еніп кеттім. Яғни өзім байқамай қалдым қалай ғылым ішінде жүргенімді. Одан кейін 2 жылдан кейін барып докторлық PhD оқуына түстім. Яғни ғылымды ары қарай дамытайын, ары қарай қандай түрлі жаңалықтар ашуға болады, қалай зерттеуге болады деген сұрақтарға жауап іздеп бастадым. Докторантураға түскен кезде енді докторлық диссертациямның тақырыбы ретінде мен наноспутниктердің бағдарлау жүйесіндегі борттық басқару кешенін әзірлеу болып табылды. Яғни бұл бір өзім үшін керемет болды. Яғни наноспутник, кішкентай жай ғана спутниктің бағдарын анықтау үшін қандай іс-әрекеттер жасау керек, қандай платаларды жасап ойластыру керек деген сұрақтар көп туындады. Яғни ол жұмысымды сәтті аяқтадым. Осыдан 2 жыл бұрын жұмысымды қорғап, кәдімгі бағдарлау жүйесін анықтайтын платасын жасап бітірдім. Зерттеу барысында қандай қиындықтар болды сізде? Енді зерттеу барысында қиындықтар өте көп болды. Өйткені менің өзімнің профильдік салам сәл өзгешелеу болды. Яғни мен бакалаврдағы және магистратурадағы салам кішкене өндірістегі автоматтандыруға келген болатын. Ал енді диссертациялық жұмысым ол космосқа, яғни ғарышқа байланысты болғандықтан, ғарыштың өзінің математикалық тұрғыда өзгеше екеніне сол кезде көз жеткіздім. Яғни соның барлығын зерттеу өте қиын болды. Ал негізінде былай бізде қоғамда мынандай стереотип қалыптасқан, ғылыммен айналысатын адамдар ол көп жағдайда қарт адамдар, немесе мынандай аса белсенді емес, көп сөйлемейтін, қатал адамдар болып табылады. Бірақ қазіргі таңда мысалы Қазақстанда жастар арасында ғылыммен айналысатын жастардың саны көбеюде, керісінше, тіпті осы мектеп жасынан бастап ғылыммен осы айналысқысы келетін болашақ мамандардың саны көбеюде. Жалпы сіз университетте сабақ бересіз, сонымен қатар осы мектептегі оқушыларға, студенттерге осы ғылыммен айналысу үшін қандай жалпы оларға кеңес бере аласыз, немесе лайфхак десек былай? Енді мен кеше ғана жаңалықты тыңдадым. Қазіргі кезде Қазақстанда ғылыммен айналысатын азаматтардың 46% жастар екен. Яғни бұл біздің мемлекетіміз үшін өте жақсы тенденция. Жоғарғы көрсеткіш. Енді мен қалай айтсам болады,
ең бірінші мұғалім болып бастаған кезде, яғни өзімде әртүрлі идеялар болды. Яғни сол идеялармен мен студенттермен бөлісіп, яғни ол студенттерден кері байланыс алып, мүмкін олар менің идеямды жоқ қылдыртып, өздерінің бір жаңа идеяларын айтады деген үмітпен әртүрлі идеялар айтатын. Сол кезде жаңағы белсенді қызығушылық танытқан студенттер өздерінің идеяларын айтып, соған себептің бірі, мысалы 2018 жылы енді мен ең бірінші рет жаңағы жетекші ретінде бір халықаралық жарысқа студенттерді апарған болатын. Енді университеттің атынан бірінші рет шығып тұрған болған кезім болған. Сол кезде студенттерді апарып, біз халықаралық жарыста гран-при ұтып алдық. Яғни енді қалай айтсам болады, сразу бірінші қатысқаннан бастап орын алып кеткен біз үшін үлкен бір жетістік болып табылды. Ол жерде шетелден келген көптеген ғалымдар болды. Сол кезде мен студенттеріме қарап, яғни студенттердің көздерінен от жанып, яғни ғылыммен айналысып, яғни біздің де қолымыздан кішкентай болса да нәрсе жасауға мүмкіндігіміз бар екен ғой деген қызығушылықтарын көрдім. Сол жарыстың жаңағы ұтқанымыз, яғни балалардың қызығушылықтарын көргеннен кейін өзіме мақсат қойдым. Яғни жылда мен әр топтардан 2-3 студенттерге ментор болып, яғни олардың жаңағы ғылымға деген жолына бағыт беріп жүрдім. Енді лайфхактар ретінде мен жастарға айтатыным, ең бірінші қорықпаңдар, яғни қателесуден қорықпаңдар. Кез келген эксперимент жасай беріңдер, қарай беріңдер, жасалынбаса қайталай беріңдер. Бірнеше рет қайталағаннан кейін барып, сендер жаңағы алға қойған мақсаттарыңа жетесіңдер деген ойдамын. Екінші лайфхак ретінде айтатыным дұрыс сұрақ қойып білу. Яғни бұл қалай жұмыс істейді, бұл не үшін керек, оның пайдасы қандай деген. Яғни кез келген кішкентай нәрсе болса да дұрыс сұрақ қойып білу. Және үшінші лайфхак ретінде өздеріңе ментор таңдай білу, яғни ғылыми жетекшіні таңдай білу. Егер де жақсы ғылыми жетекшімен ментор болатын болса, ғылымдағы жолыңыз тез қысқарады. Яғни сіз тез жетістіктерге жете аласыз. Одан кейін соңғы лайфхакым ол табандылық таныту, яғни упорство дейді ғой. Яғни жаңағы алдыға қойған мақсатқа жеткенше дейін тоқтамай жұмыс істей беру. Өйткені ғылым жолы өте ауыр. Яғни жай ғана кішкентай жетістікке жету үшін бірнеше жыл уақыт кетуі де мүмкін. Негізінде толықтай келісемін. Себебі мысалы сіздің зерттеуіңізге қарап, мысалы басқа жас ғалымдарда да зерттеулер жүргізеді ғой, мысалы бір сіздің зерттеуіңізге сүйенеді. Сондықтан да егер бір қателер болған жағдайда, ол мысалы тіпті тек қана сіз үшін емес, сонымен қатар болашақ басқа ғалымдардың да зерттеуіне де мысалы белгілі бір кедергілер немесе қателер туғызуы мүмкін әбден. Бағана сіз атап өткендей, сіз айтқансыз университеттің жалпы мұғалімі болып табыласыз, иә? Жалпы мұғалім және ғылыммен айналысатын адам ретінде сізге қиын емес па студенттерге сабақ беру және сонымен қосымша ғылыммен айналысу? Мен үшін қазіргі таңда қиын емес. Яғни мен сабақ беруді жұмыс ретінде емес, өзімнің хобби ретінде қарастырамын. Яғни маған студенттерге сабақ берген ұнайды, студенттерден кері байланыс алған ұнайды. Мен керісінше студенттермен сөйлесе отырып, олардың идеяларын тыңдай отырып, солардың идеяларын қалай ертең жетілдіруге болады, ертең оларды қалай ғылым жолына енгізуге болады деген сұрақтарға жауап беру үшін мен жаңағы хобби ретінде сабақ беремін. Яғни ғылымға оларға бағыттағым келеді. Мысалы сіз өзіңіздің мысалы достарыңызға немесе туысқандарыңызға, отбасыңызға ғылыммен қалай айналысатыны туралы айтасыз ба? Немесе мысалы мен ғалым деп өзіңізді ғалым ретінде таныстырасыз ба, әлде қалай мысалы түсіндіресіз? Өзімді ғалым ретінде таныстырмаймын. Өйткені мен университетте жұмыс істегендіктен, яғни олар көбісі университеттің ішінде ғылыммен айналысады, айналыспайды деген сұрақтар туындайды. Соған байланысты мен
жаңа мұғалім ретінде айтамын, яғни мен университетте мен сабақ беремін. Бірақ қазір осы соңғы 2-3 жылда жаңағы бізде президентіміз де әр жолдауы сайын жаңа ғылымға көңіл бөлу керек, ғалымдар дамыту керек дегеннен кейін мен жаңа достарымда, туыстарымның арасында жаңа көзқарастар өзгере бастады. Яғни ол сұрап, сендер тек қана мұғалім емессіңдер, сендер тағы да ғылыммен айналысасыңдар ғой деп. Сол кезде біз айналысамыз, шағын жаңа жобаларымыз бар, біз соны жасаймыз деп. Осы 1-2 жылда жаңағы адамдардың түсінуі ғылымға керек екені өте қатты өзгеріп келе жатыр, яғни сонда ғылымның маңыздылығы қоғамда артып келе жатыр. Ғылымның маңыздылығы қазір біздің қоғамымызда өте қатты артып келе жатыр. Оған не себеп болды деп ойлайсыз? Оған себеп болған ол біздің қоғамның дамуы деп ойлаймын. Яғни бұрынғы осыдан 5 жыл бұрынғы, 7 жыл бұрынғы қоғамның көзқарасы өзгеше болған. Қазіргі қоғамның көзқарасы мүлдем басқаша, яғни жастардың көзқарасы мүлдем басқаша. Қазіргі жастар мобильді, яғни тез арада қандай да бір жаңалықтар жасап, қандай да бір зерттеулер жүргізгілер келеді. Енді тағы да ғылымның тез арада дамуының трендінің бірі ол жасанды интеллект. Яғни енді қазір көптеген мемлекеттер жасанды интеллектіні өздерінің басқару құрылымдарына енгізіп жатыр. Яғни біз енді болашақта жасанды интеллекттен қашып құтыла алмаймыз. Ол рас. Ол рас. Енді жасанды интеллектпен бірге жұмыс істеуіміз керек. Яғни жасанды интеллект қалай дамыса да, бізде сол жасанды интеллектпен бірге дамуымыз керек деп ойлаймын. Яғни жасанды интеллекттен қорықпау керек ең бастысы. Бізде қазір қоғам өзі екіге бөлініп келе жатыр. Жасанды интеллекттен қорқамыз, ертең болашағымыз не болады деп. Жұмыссыз қаламыз деп. Кейбіреулері жаңағы жоқ, жасанды интеллект бізге керек, біз жасанды интеллект арқылы дамимыз деп. Енді мен айтарым, біз ғылымда біз енді жасанды интеллектсіз ешқайда бара алмаймыз. Тек қана жасанды интеллектпен бірге симбиоз ретінде дамымасақ, басқа бізде жолымыз жоқ. Яғни ертең көркейіп, өркендеу үшін. Ал ғылыммен айналысу сізге не берді? Мысалы, қазіргі таңда көп ғалымдар әртүрлі мысалы конференцияларға қатысады, әсіресе осы халықаралық конференцияларға саяхаттайды. Көптеген мысалы елдерді көреді, басқа елдерге барады, әртүрлі адамдармен кездеседі. Сіздерде сондай тәжірибе болды ма? Менде тәжірибе болды. Мен жаңағы докторантура оқып жүрген кезде 3-ші курс аясында болашақ бағдарламасымен, яғни 1 жылдық тағылымдама өттім. Сорбонна университеті, Париж қаласында болдым. Мен айтарым, ғылым ол әлемді шарлаудың бір жақсы жолы деп айта аламын. Яғни ғылымға келгелі бері мен көптеген мемлекеттерде болдым, көптеген конференцияларда қатыстым. Ол конференцияларда қатысқаннан бұрын біз сол жердегі ғалымдардың тәжірибесін көрдік. Яғни олардың зертханалары қандай дәрежеде екен, оның біз Қазақстанға келіп зертханамызды қалай дамытуға болады деген сондай сұрақтар болды. Және де ең бірінші жаңағы жаңа таныстар, олардың жаңа идеяларын көру. Ғылымда осы өте белсенді рөл атқарады. 2-3 сөзбен түсіндіріп айтып бере аласыз ба, ғылым сіз үшін не? Ғылым бұл әлемді жақсартудың кілті. Яғни ғылым бұл тек зерттеу ғана емес, яғни қоғамды дамыту, қоғамды өзгерту, қоғамды өркендеу деп есептеймін. Осы подкастты тыңдап отырған әр жасөспірім ғылым менің де қолымнан келеді деп ойлайтын болса, яғни біздің миссиямыз орындалды деп ойлаймын. Келгеніңіз үшін рахмет, уақытыңызды бөліп, қызықты ақпаратпен бөліскеніңіз үшін рахмет. Бұл подкаст жалпы жас мамандар үшін және де біздің студенттер үшін өте қызықты болатынына сенімдімін. Бұл сіздермен болған EnergoSpeak подкасты. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.